Қарағанды облысы Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 7 мектеп гимназиясы Шымырбаева Бағлан Насыловна. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу. Сабақтың мақсаты тиімді есептеу үшін қосудың және көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдану. Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Бұл қосудың ауыстырымдылық қасиеті. 6 мен 4-тің қосындысы 4 пен 6-ның қосындысы. Мәні 10-ға тең болады. Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Математикалық диктант. Тапсырма. 9 және 15 сандардың қосындысын 8-ге бөлу. 17 мен 78 сандарының қосындысын жаз. 35 пен 65 сандарының қосындысын жаз. Яғни сіздерге тапсырма. Сіздерге уақыт беріледі. Уақыт кетті. Тексереміз. 9 бен 15 санның қосындысын 8-ге бөлеміз. Яғни үлкен санды кіші санға қосамыз. 8-ді бөлеміз. Сонда мәні 3-ге тең болады. 17 мен 78 санын, 17-ге 78 санын қосамыз. Яғни керісінше үлкен санды кіші санға қосамыз. 78-ді 17-ге қосамыз. Сонда мәні 95-ке тең болады. 35 пен 65 сандардың қосындысы 100-ге тең болады. Яғни тексереміз, 65 санына 35-ті қосамыз. Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Ережені шығарып алайық. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Яғни керісінше үлкен санымыз 4 болады. 4-ге 3-ті көбейтеміз, тең болады 12-ге. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сіздерге тапсырма. Тиімді есепті шығарамыз. 32 санынан 3 пен 7-нің көбейтіндісін азайтамыз. 18 және 3 сандарының бөліндісіне 2 мен 7-нің көбейтіндісін арттыру. 2 және 8 сандарының көбейтіндісін 16-ға арттырамыз. 5 пен 9 сандарының көбейтіндісін табамыз. Яғни уақыт кетті. Отыз санынан тексереміз балалар. 32 санынан 3 пен 7-нің көбейтіндісін азайтамыз. Яғни 32 азайту, үлкен санымыз 7, 7-ге 3-ті көбейтеміз. Сонда 7 мен 3-тің көбейтіндісін 32-ден азайтамыз. Тең болады 11. 18 бөлу 3-ті 2 мен 7-нің көбейтіндісіне қосамыз. 18-ге бөлу 3-ті жазып аламыз. Оған 7 мен 2-нің көбейтіндісін қосамыз. Сонда 20-ға тең болады. 2 мен 8-нің көбейтіндісін 16-ға қосамыз. 8 мен 2-нің көбейтіндісін жазып аламыз. Оған 16-ны қосамыз. Сонда 32 сан шығады. 5 пен 9-ның көбейтіндісі 9 бен 5-нің көбейтіндісі 45-ке тең болады. Сонда көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді.